құрметті жерлестер, Қазақстан халқы бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы татулықтың, сыйластықтың, достықтың арқасында еліміз тыныш, жұртымыз аман. Ғасырлар бойы дәріптеген бірлігімізге сызат түспесе деп тілеймін. Мереке құтты болсын. Армысыздар, қазақ елі. Сіздерді 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бір шаңырақ астында бейбітшілікте өмір сүріп жатқан халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауыз бірлігі нығая берсін. Елімізде достық пен бірлік мәңгі болғай. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі таңда елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері бір шаңырақ астында өмір сүріп жатыр. Оның куәсі мінекей біздер. Еліміз тыныш, достығы ажырамастай бірлікте өмір сүре берсін. Бірлігіміз жасасын, мәңгілігіміз жасасын. Біз